Ал жарты жаһанға шипалы сумен танымал Сарыағаш қаласының тұрғындары енді ауыз суды кестемен емес, тәулік бойы үздіксіз тұтына алатын болды. Оған 6000 текше метр таза суда сыйдыра алатын қойманың іске қосылғаны сеп. Ал аудандағы 49 елді мекенде жерасты суының қоры зерттеліп жатыр. Ол анықтала салысымен сол ауылдарда ұңғыма қазыла бастайды. Әбдез Рахманұлының бейне материалы. Осы уақытқа дейін Сарыағаш қаласына ауыз су белгілі бір уақытта ғана беріліп келді. Ал жаздың күндері қаланың шеттеу жағындағы үйлерге су жеткізу қиындайтын. Көп қабатты үйде тұратындар көп жағдайда тіршілік нәрін сырттан тасып ішеді. Азанда жеп алушы еді, кешкені кейін ағушы еді. Арада біраз су болмай қалатын еді. Енді мені Құда қаласа 2016-тан бастап су беймарал дейді ғой. Азана кешкедей беймарал қалаған уағымызды ала береміз. Қаланың биік жеріне сыйымдылығы 6000 текше метр болатын резервуар салынды. 535 миллион теңгеге су тазалайтын қондырғы мен керекті инфрақұрылым жүргізілді. Күшті сорғы тазаланған суды сол қоймаға жеткізеді. Ары қарай қалаға өз екпінімен тарайды. Мұның тиімділігі жоғары болып тұр. Бірінші электр энергиясын үнемдеу, екінші насоспен қуғанда көп жерде жаңағыдай қатты давление болып турбалардың зақымдауына алып келетін. Әзір мынау өзінің екпінмен барып қаржы үнемделеді. Мемлекеттік қабылдаудан өткен нысан толыққанды жұмыс істеген кезде 113 мың тұрғыны бар Сарыағаш қаласы, сосын тағы 10 ауыл ауыз суды тәулік бойы тұтынатын болады. Оған су Келеспен Ташқұлақ өзендерінің қосылған жерінен алынады. Сол себепті де судың тазалығына қатты назар аударылады. Сол нормадан асып кетпеу үшін бізде қыздар әр жарты сағат сайын тексеріп отырады қалдық хлорды. Күндізде түнде? Иә, бізде лаборатория 24 сағат бойы жұмыс істейді. Сарыағаш ауданындағы 154 елді мекеннің 65-і таза ауыз суды орталықтандырылған құбыр арқылы тұтынады. 49 ауылда бұл мәселе бірер жылда шешілетін болады. Әбдез Рахманұлы, Нұрмахан Мұсатов, Хабар, Оңтүстік Қазақстан облысы.